Абай Құнанбаев 36 сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис шарифінде айтыпты: мен ла хаяхун уа ла иманун лаху деп, яғни кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген. Біздің қазақтың өзінің мақалы бар: ұят кімде болса, иман сонда деген. Енді бұл сөзден білінді, ұят өзі иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек, ұят өзі қандай нәрсе. Бір ұят бар, надандықтың ұяты. Жас бала сөз айтудан ұялған секілді, жақсы адамның алдында жазықсыз-ақ әншейін барып жолығысудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс. Жазық жоқ болса да, надандықтан бойын керістендіріп, шешілмегендік қылып ұялмас нәрседен ұялған. Ұялу ақымақтық, жамандық. Шын ұят ондай нәрсе шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я абыройлы бойға теріс бір іс себепті болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреу ондай қылық өзіңнен шықпай-ақ, бір бөтен адамнан шыққанын көргенде сен ұялып кетесің. Мұның себебі сол ұят істі қылған адамды есіркегендіктен болады. Япырмай, мына байғұсқа не болды, енді мұның өзі не болады дегендей бір нәрсе іштен рахым секілді болып келіп, өзіңді қысып қызартып кетеді. Біреу сондай ұят шариғатқа теріс, я ақылға, я абыройлы бойға теріс, я адамшылыққа, кесел қылық қатеден, яки нәпсіге еріп қапылдықтан, өзі бойыңнан шыққандығынан болады. Бұндай ұят қылық қылғандығыңды бөтен кісі білмесе де, өз ақылың, өз нысабың өзіңді сөккен соң, іштен ұят келіп, өзіңе жаза тарттырады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай ұятты күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатұғыны да бар. Хатта өзін өзі өлтіретұғын кісілер де болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы. Иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөз де түспейді, көңілге ой да түспейді. Көзіңнің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді. Bir ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгіл еш нәрсені көрмейді. Мұндай қылыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар. Осы күнде менің көрген кісілерім ұялмақ түгілі қызармайды да. Ол істен мен ұятты болдым дедім ғой, енді нең бар дейді. Я болмаса, жа оған мен ақ ұятты болайын, сен өзіңде сөйтпеп пе едің дейді. Немесе пәленше де түгенше де тірі жүр ғой, пәлен қылған түген қылған, менікі оның қасында не сөз, пәлендей түгендей мәнісі бар емес бе еді деп ұялтамын десең, жай отырып дауын сабап отырады. Осыны ұялған кісі дейміз бе, ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған десек, хадис анау, жақсылардан қалған сөз анау. Осындай адамның иманы бар дейміз бе, жоқ дейміз бе?